мына Саранның индустриалы аумақ болғанынан болмаған Саран мен болған Саранның айырмашылығы қандай болды сонда? Нақты қандай артықшылықтар, басымдықтар беріледі мысалы? Негізі былай қарап тұрсаңыз, жалпы Саран қаласы өзі 54-ші жылдан бастап қала статусын алған, білесіз. Сол кезде мынау Қазақстандағы ең үлкен резинотехникалық завод болған бұл жерде. Енді өзіңіз білесіз, 2000 жылдарда оның бәрі қыдырап, кейін Саран енді шынымен де әлеуметтік тұрғыдан көп деген нелер ақаулар болған. Енді қазіргі заманда салыстыратын болсақ, үкіметтің қолдауымен, жалпы мемлекет басшысының қолдауымен индустриялық аймақтарды ашу бойынша, экономиканы әртараптандыру бойынша Саран қаласында индустриялық зона ашылғаннан кейін заводтар, өзіңіз білесіз, жалпы халықтың әлеуметтік тұрмыс тіршілігі барлығы жақсарып, оған мысалға алатын болсақ, кезінде жұмыссыздық деңгейін де алатын болсақ, мысалы кезінде жұмыссыздық деңгейі 5% сондай болатын болса, қазіргі таңда мына соңғы 4 жылда индустриялық зонаны ашқалы 3-4%-ға түсті. Қазір біз республикалық деңгейден біз төменбіз. Қазір мысалы біздің екі колледждің өзінде де мысалы балалар саны өте артып жатыр. Ол дегеніміз заводтардың ашылған, индустриялық зонаның ашылған, ол біріншіден сыртқа барып оқымайды біздің балалар, керекті маманды осы жақтан алады, және де жұмыс орны мына заводтармен біз қазір прямой келісіп қойғанбыз. Мысалы мына колледжді бітіреді да заводқа барады. Сондықтан да ол бала жұмыссыздық болмайды ертең. Молодежь пайда болмайды, және де тұрақты жалақы деген сияқты сондай болады. Если мына 4 жылда салыстыратын болсақ, инвестиция көлемі қаламызда 300 миллиардтан жоғары. 300 миллиард. Ол дегеніміз 20 жыл тарихта болмаған жалпы болмаған жағдай. Қазір көптеген өндірістер ашып жатыр. Әрине оның барлығы кешегі күнмен салыстырған кезде қалада мысалға алатын болсақ, инфраструктураға, жалпы адамдарға жағдай жасау, жұмыс орындарын ашу бәрінің себебін тигізіп, сондай оң нәтиже беріп жатыр. Индустриялық аумақ шеңберінде мысалы нақты қандай заводтар ашылып жатыр, және олар осы салық төлеуші ретінде осы Саранға тіркеліп жатыр ғой. Олар бюджетке қаншалықты салық төлеп мысалы жұмыс істеп жатырсыздар мысалы? Әрине міндетті түрде біріншіден Саран қаласына тіркелген заңды тұлға болып саналады. Өнеркәсіптер, әрине оның социальный налог, әлеуметтік салығы бар дейміз, индивидуальный салықтар бар, жалпы кооперативтік салықтар бар, оның барлығы біздің қалаға түседі. Дегенмен ол ақша қалаға түскеннен, әрине ол ақшаны қаланың жағдайын жақсартуға жұмсалатын ақша. Сондықтан да қазіргі таңда мысалға алатын болсақ, мынау шина шығаратын Тенгри Тайс заводы бар. Silkroyd электроника деген Samsung-пен бірігіп, Артель компаниясы бар бірігіп, тұрмыстық техникалар шығарылады. Өздеріңіз білесіздер, енді барлық қалада көріп жүрсіздер, Саранның автобустары жүр. Қазір біз осындай автобустар шығаратын бар. Қазір Хова жүк көлігін, КамАЗ білесіз, сондай шығару жұмыстары бар. Темпо деген бар бізде, труба шығаратын. Одан да басқа қаламызда бұрыннан істеп келе жатқан заводтар да бар, сымдар шығаратын, оптиволокнолы сымдарын шығаратын сондай заводтар бар. Жұмыс орнына 4-5 адам болатын болса, қазір керісінше бір жұмыс орнына 4-5 вакансия адам саны. Ол дегеніміз адам уже жұмыста, бізде қалада адам уже жұмыста, мына заводқа барамын, мына заводқа барамын, өз еркілерімен таңдау бар қазір. Былайша айтқанда таңдау бар. Таңдау құқығы. Бұрынғыдағындай бір орынға талас, мына орынға мен кіріп алсам мұндай емес. Қазір жастарға да жұмыс бар. Сонда Саранды дотациялық қала деп айтпайсыз ғой, сонда өз-өзін қамтып отырған деп айтуға бола ма, қалай болады? Саран қаласы қазіргі таңда Құдайға шүкір өз-өзін қамтып отыр. Және де біз облыстық бюджетке де донормыз, кішігірім көп болмаса да. Сондықтан да Саран қаласы қазір өз-өзіне экономиканы әртараптандыруының арқасынан ең бірінші жетістік өз-өзін жеткізіп отыр дегеніміз біз моноқаланың статусынан шығуымыз. Өздеріңіз білесіздер, біз моноқаладан шығып, қазір өзіміз облыстық деңгейі бар қала болып, өз бюджетімізбен өзіміз қазір осындай. Дегенмен де енді облыс тарапынан да, республика тарапынан да көмектер бар, қаржылай трансферттер да береді. Енді ол біздің бір бюджетпен барлығын қамту молдады. Қазір республикалық деңгейде Саранға өте назар аударуда, трансферттер бар, облыс басшысы өте Саранға көзқарасы сондай, себебі бұл енді дамып келе жатқан қала. Сондықтан да қазір бюджет жағынан қазір бізде 3 деңгейлі бюджетте осындай құралып отыр. Бір жыл бұрын енді білеміз, бүкіл шулап осы Саранды жазып, әкімі қызметінен кетті, себебі жылу мәселесін уақытында шеше алмады деп сондай болды әңгіме. Кейін қызметке өзіңіз келдіңіз, енді сол аралықтан бері қаланың жылу мәселесін осы жылыту маусымына дейін үлгеріп реттеп жасай алдыңыздар ма сонша? Алдыңғы жылы ақаулар болды ондай. Дегенмен алайда биыл оның бәрі алдыңғы жылғы немен ескере отыра бәрі жойылды. Қазіргі таңда қазандықтың ісі қолға алынып, штаттық режимге қойылды. Егер де қаламыз бұрын локалдық котельниялармен қамтамасыз етілсе, қазір орталық жылумен қамтамасыз етіледі. Жалпы 300 тұрғын үй үйлерінің көп қабатты, қазіргі таңда 285-і орталық жылулыққа қосылған. Бірінші қысқа орталық жылу қазандықпен толығымен кіріп отыр.
Енді тағы бір мәселе жол мәселесі. Мысалы енді халықтың көп шағым айтатын бәлкім ең үлкен проблема жерде ол жалғыз не емес, жолы айтады ғой. Қалай реттеп жатсыздар жалпы? Енді жолдан бұрын инфрақұрылымы бәрі. Енді сіз дұрыс айтасыз, иә, ондай бар. Ондай критиканы қабылдау керек. Жолдан бұрын мен барлық жерде айтатыным, жолдың астындағы инфраструктура құрылымдарын жаңарту керек. Қазір асфальт сала салу оңай ол. Бүгін асфальт саласап, сұрақты жауып бастап, келесі жылы оны қазу керек қой. Қазіргі таңда қаламызда ауыз сумен қамту үшін барлық су құбырлары 100% ауыстырылу жүргізіліп жатыр. Кәріз жүйесін 100% ауыстырылу 2 жылдық жоба қазіргі таңда 35 километр жұмыстар басталып кетті. Мердігер бар, және жылу бойынша құбырларды ауыстыру жұмыстары биыл жазда жүргізілді. Халық көрді оны, анда қаздық, мында қаздық. Иә, олсыз болмайды. Оны ауыстырмау деген, үстін әдемілей салу деген болмайды. Сондықтан да қазіргі осы 2 жылдықта жоспар жаңағы су мен кәріз жүйесін, жылу жүйесін бәрін нақтылап, инфраструктураның бәрін жаңартып болғаннан кейін барып қаланың жолдарын 100% капиталдық жаңағы жұмыс жүргізуге жоспарланып өтеді. Ал қазіргі таңда орташа жөндеумен қазір жаңа мен Сараға кіріп бара жатқан кезде ескі үйлердің қоршауға қойыпсыздар да, аппақ. Бұл кәдімгі әкімдіктің өзін бастамасы ма кәдімгі? Бұл енді көп жерден көре бермейсің енді. Елеп түзу қылып кәдімгі орнатып тастапты бірдей қылып. Кіргенде кішкене көзге жақсы көрінеді екен. Ол мысалы акиматтың өзінің бюджетінен жасалды. Ол қалалық бюджеттен жасалынды. Иә, дегенмен ол енді бәріміздің үйге келген кезде бірінші есіктен ғой кіре берсе, сол сияқты. Жалпы халықтың қонақ үшін емес, жалпы халықтың қалаға келген кезде көңіл күйі жақсы шашылып жатқаннан оны қайдан көңіл күй болады халықта. Иә, ана кезде сондай бір жоспармен көздеп сондай орнатқан неміз бар, иә, қалалық бюджеттен. Иә, қазір өзіңіз көріп отырсыз, қалада үйлердің сыртындарын жаңадан жасап жатырмыз. Иә, аспекттердің барлығын.